Twitter 2006 жылы пайда болып, бүгінде әлем бойынша 336 миллион қолданушысы бар. Ал Facebook 2004 жылдан бері 2,5 миллиардқа жуық адамның күнделікті ақпарат алатын алаңына айналды. Жаһандық әрі геосаяси мәселелерді шешуде интернеттегі ақпаратқа сүйену аса қауіпті. Себебі мүдделі тараптар материалды өз ыңғайына қарай бұрмалайды. Ал діни ұрандардың аясында жасалып жатқан экстремизм, фундаментализмнің ауқымы қаншалықты күрделі. Рухани құндылықтарымызға ешқандай залал келмеу үшін біз бұл дінтану сараптамасын жүргізуге міндеттіміз. Мемлекет тарапынан қойылған бұл діни сүзгі деп айтсақ та болады. Өйткені келетін ақпараттардың жақсысы бар, жаманы бар, оңы бар, терісі бар. Халықтың біздің ежелден келе жатқан рухани құндылықтарымызға балта шабатын әртүрлі идеологиялар болуы мүмкін. Сондықтан мемлекет тарапынан осы дінтану сараптамасы қолға алынған болатын. Жетісайдың тумасы Асқарды Алматыға асқар арманы жетелеп әкелді. Бірақ оқшауланған ортаға түсіп, ойы шектелді. Ол дінді интернеттен үйренеді. Шетелдік діншілердің у қосылған уағызын тыңдап, бірақ түнде өзгереді. Дәстүрлі қазақ қоғамындағы құндылықтарды құнсыздандырып, терроризмді насихаттайды. Радикалды жолды таңдаған, енді осы жолды қолдайтын мұсылман жігіттермен танысып, енді мен де өзім осы нәрсеге қызып, осы жолға түсіп кетті. Интернеттен қарап, интернеттен әртүрлі лекцияларды тыңдай бастадық. Адамдар бөліп жатыр, әртүрлі күресте жағдайлар болып жатыр. Сондай қызығушылық болғаннан кейін сол материалдар да соған байланысты болды. Жаңағы парақшада Надир Абу-Халид бар. Алдыңғы кейін қайтыс болып кеткен Саид Бурятскийдің лекциялары болды. Надир Абу-Халид та, Саид Бурятский да радикалдардың идеологы. Қос қылмыскер жер жаһаннан талай мұсылманды ажал аранына айдап салды. Псевдо-салафизмнің сұм саясатын дәріптеп, соғыс сценарийін сызды. Екеуі де заң органдарынан қашып жүріп, қан сасыған далада мерт болды. Өздері өлгенмен, интернеттегі уытты уағыздары өшпеді. Пайғамбар алейхиссаламда да хадис бар. Қиямет күнде жастары толмаған, ақылдары жетілмеген сондай топ шығады. Оны діндегі қай нәрсе болсын, қандай жақсылық болсын, оларды тосып тұра алмайды дейді. Мына оқ жаңағы нені мешенді тесіп өткенде, ол исламнан не алып кетеді? Тесіп өтіп кетеді жаңағы. Әзіргі кезде бүкіл елде мүмкіншілік жаңағы медресеміз бар, жаңағы Нұрбарак университеті бар, докторант бар, магистратура бар, шетелге оқуға жіберу бүкіл мүмкіндік бар. Жоқ, оны оқымайды, біреудің сөзіне еріп, соларға кетуі. Исламның іргелі 4 мәзхабының бірін де білмейтін әсіре діншілдер бүркеме атпен аккаунт ашып, қоғам тұтастығына сынақ ағуда. Билікті даттап, қылмыстарын ақтайды. Көксегендері өзгенің қолымен от көсеп, мол ақшаға малыну. Ал Иманбердиев сияқтылар сол межеге жеткенше деструктивті діни ағымдардың қолындағы ойыншық боп қала береді. Дінге байланысты бір ізденіп, ақида деген не, фих деген не, онда ізденіп болған жоқ. Шын айту керек, дүниемен айналысып қалып жүрдік. Біз сұраған жоқпыз, білген жоқпыз. Және біреу бір нәрсе айтса, соған еріп кете берген болатынымыз. На момент прибытия осужденный Иманбердиев. Деструктивті діни ағым мүшесі Иманбердиев бастапқыда теологтармен, психологтармен байланысқа түспеді. Онымен Ағниет орталығының мамандары жұмыс жасады. Қазір көп қатесін түсінді. Асқар діни мәтіндердің мағынасын жете түсінбеді. Бір сөздің түрлі астарлы мәні болуы мүмкін екенінде ойламапты. Теологиялық жұмыс, түсіндірме жұмыстың негізгі мақсаты ол жаңағы адамның сенімін анықтау ғой, ұстанымын анықтау. Себебі адамның адасуы ол оның ең негізі ұстанымда болады. Енді орысша айтқанда вероубеждение, қазақша айтқанда сенім, толық айтқанда ұстаным. Сол мәселе ұстанымға, сенім мәселесіне келген кезде Иманбердиев ол нәрсені көтермейді. Ол нәрседе ол сөйлескісі келмейді. Теріс пиғылды идеологияны ұстанғандықтан
Біз Қапасқа тоғытылып отқан жағдайымыз бар. Енді бала шағаны қатты сағынамыз бұл жерде. Ілім алғысы келсе тек осындай имамдардан, мешіттерден, білімді теологтардан сұрау керек ол мәселені. Енді ол мәселе әлеуметтік желіден емес, сол осы білімділерден сұрау керек деп деймін мен. Асқардың 6 жылы Абақтыда өтті. Қазір ол Қапастағы теологтардың діни оңалту дәрістерінен қалмайды. Мамандар нәтиже жақсы деп отыр. Бірақ жақсы деген жылы сөз түрменің болат есігін аша алмайды.